Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 29-шы сабақ. Қозғалысқа берілген есептер. Сабақты бастамас бұрын каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін қозғалысқа берілген есептерді шығаруды үйренетін боламыз. Бірінші есеп. Әлия велосипедпен 800 метр жолды 4 минутта жүріп өтті. Оның жылдамдығы қандай? Яғни бізде ара қашықтық белгілі 800 метр, уақыт белгілі 4 метр, жылдамдығы белгісіз. Жылдамдықты табу үшін ара қашықтықтан бөлеміз уақытты. 800 метр бөлеміз 4 минут, тең болады 200 метр минут, яғни минутына 200 метр. Әлияның жылдамдығы минутына 200 метр екен. Арман 4 сағат ішінде 16 километр жолды жаяу жүріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен жүрді? Бізде уақытпен жаңағы ара қашықтық белгілі, жылдамдық белгісіз. Жылдамдықты табу үшін ара қашықтықтан бөлеміз уақытты. 16 километр бөлеміз 4 сағат, тең болады 4 километр сағат. Арманның жылдамдығы сағатына 4 километр болған екен. Ережеге қарайық. Есеп шығарған кезде жылдамдықты бір өлшем бірліктен екіншісіне өрнекте білу маңызды. Егер жылдамдық километр сағатпен көрсетілсе, онда оны метр минутқа өрнектегенде былай талдау керек. 1 километрде 1000 метр бар, 1 сағатта 60 минут бар. Мысалы, жылдамдық 36 километр сағатқа тең болса, онда метр минутпен есептегенде былай болады. 36 километр сағат, 36 көбейтеміз 1000 метр, бөлеміз 60 минутқа, сонда 600 метр минутына болады. Екінші есеп. Қандай шамалар белгісіз, оларды қалай табуға болатынын түсіндір. Бізде жылдамдық, уақыт, арақашықтық берілген. Бірінші есепте жылдамдық белгілі, уақыт белгісіз, арақашықтық белгілі. Оны уақытты табу үшін арақашықтықтан жылдамдықты бөлеміз. Бізде жаңағы арақашықтық 180 километр, бөлеміз 60 километр, яғни жылдамдық тең болады 3 сағатқа. Екіншісі. Бізде жылдамдық белгісіз, уақыт 2 сағат, арақашықтық 140 километр. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықтан бөлеміз уақытты. 140 километр бөлеміз 2 сағат, сонда 70 километр сағат екен. Үшіншісі жылдамдық, уақыт белгілі, арақашықтық белгісіз. Жылдамдық 90 километр, уақыт 5 сағат, арақашықтық белгісіз. Ол арақашықты табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. 5 сағат көбейтеміз 90 километр сағат, 450 километр болады екен. Жауабы 450 километр. Үшіншісі, есептерді оқы, қандай формула қолданатыныңды айт дейді. Есептерді шығар. Біріншісі, спортшының орташа жылдамдығы 18 километр сағатына. Ол 3 сағат ішінде қанша қашықтықты жүгіріп өтеді? Бізде жылдамдық белгілі 18 километр сағат, уақыт 3 сағат, арақашықтық белгісіз. Арақашықтықты табу үшін уақыт пен жылдамдықты көбейтеміз. 18 километр сағатты көбейтеміз 3 сағатқа, сонда 54 километр. 3 сағат ішінде 54 километрді жүріп өтеді екен. Шаңғышы 3 сағат ішінде 45 километр жүгірді. Ол қандай орташа жылдамдықпен жүгірді дейді. Яғни бізде уақыт белгілі, арақашықтық белгілі, жылдамдық белгісіз. Жылдамдықты табу үшін біз яғни арақашықтықтан бөлеміз уақытты. 45 километр бөлеміз 3 сағат, 15 километр сағатына болады. Б-сы, салт атты 14 километр сағат орташа жылдамдықпен 42 километр жүрді. Ол осы жолда жүріп өту үшін қанша уақыт жұмсады? Б-сы, бізде жылдамдық 14 километр сағат, арақашықтық 42 километр, уақыт белгісіз. Уақытты табу үшін арақашықтықтан жылдамдықты бөлеміз. 42 километр бөлеміз 14 километр сағат, сонда 3 сағат болады екен. Салт атты 42 километрді өту үшін 3 сағат жұмсады. Төртінші. Жылдамдықты көрсетілген өлшем бірлігіне өрнектеп 5-ші тапсырмадағы есептерді шығар дейді. Яғни 4-ші тапсырмада бізде 6 километр сағат,
яғни 6 километр сағат 100 метр минутқа тең екен. Яғни ол дегеніміз 6-ны көбейттік 1000 метрге бөлдік 60 минутқа тең болады 100 метр минутына болады. 30 метр минуты тең болады 2-ден 1 жаңағы метр секундында болады. 30 метр бөлеміз 60 секундты тең болады 2-ден 1 метр секунд. 5-ші. Арман 6 километр сағат жылдамдықпен қозғалды. 30 минут ішінде ол қанша метр жол жүрді дейді. Бізде жылдамдық белгілі, уақыт белгілі, арақашықтық белгісіз. Оны табу үшін біз уақыт пен жылдамдықты көбейтуіміз керек. Яғни бізде 6 километр сағат тең болады. 6-ны көбейтеміз 1000 метрге бөлеміз 60 минутқа. Сонда 100 метр минутына. Сонда бізде 30 минут көбейтеміз 100 метр минутына тең болады 300 метр. 30 минут ішінде Арман 300 метр жол жүреді екен жауабы. Әсі Араның орташа ұшу жылдамдығы 30 метр минут. 20 секунд ішінде ол қанша метр жерді ұшып өтеді дейді. Яғни жылдамдығымыз 30 метр минут, уақытымыз 20 секунд, арақашықтық белгісіз. 30 метр минутымыз тең болады 30 метр бөлеміз 60 секундқа тең болады 2-ден 1 метр секундқа. Арақашықтық табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. 20 секунд көбейтеміз 2-ден 1 метр секундына тең болады 10 метр. Ара 10 метр жерді ұшып өтеді екен. 6-шы есеп. Есепте және тексер. 20.002 көбейтілген 3 тең болады 60.006. 20.202 көбейтеміз 3-ті 60.606. Дәл осы түрде қалған есептерді де бөлу көбейтуді шығарамыз. 7-ші есеп. Есепті шығар, сұрағын өзгертіп алынған есепті шығар дейді. Яғни үйден стадионға дейінгі арақашықтық 2 километр 125 метр. Ал мектепке дейінгі арақашықтық одан 5 есе кем. Үйден мектепке дейінгі жол стадионға дейінгі жолға қарағанда қаншалықты қысқа дейді. Стадионға дейінгі 2 километр 125 метр жаздық. Мектепке дейін белгісіз, бірақ 5 есе кем стадионға дейінгіден. Сонда шешуі болады 2 километр 125 метріміз тең болады 2125 метрге. 2125 метрді бөлеміз 5-ге, 425 метр мектепке дейін. 2125 метрді азайтамыз 425 метрді тең болады 1700 метр қысқа. Өрнек 2125 азайтамыз 2125 бөлу 5 тең болады 1700 метр. Мектепке дейінгі жол 1700 метрге қысқа екен. Дәл осыған ұқсатып, екінші есепте өзіміз ұқсас есепті құраймыз. 8-ші есеп. Тапсырманы орында ұқсас тапсырма құрастыр дейді. Бұл жерде де Әлия бір сан ойлады. Оны 9 есе арттырып, содан соң 35-ке кемітті. Одан шыққан нәтижені 4 есе кемітіп, 38-ді қосқанда 63 шықты. Әлия қандай сан ойлады? Яғни Әлияның ойлағаны X. Яғни белгісіз. Оны көбейтеміз 9-ға, азайтамыз 35-ке, бөлеміз 4-ке, қосамыз 38, тең болады 63. Бұл теңдеу етіп құрып жазып алып, осы есепті шығарамыз. Сонда X көбейтілген 9, азайтамыз 35, бөлеміз 4, тең болады 63, азайтамыз 38. Енді 63-ті 38-ге азайтқанда 25 болады. X көбейтеміз 9, азайтамыз 35, тең 25-ті көбейтеміз 4-ке. Ол 100 болады. X көбейтеміз 9, азайтамыз 35, тең болады 100. 100-ді 35-ке қосып аламыз. Мәні. Енді X көбейтілген 9 тең болады 100 қосылған 35, 135. X 135-ті бөлеміз 9-ға, X 15 екен. Яғни Әлияның ойлаған саны 15 саны екен. Теңдеу құрып, осы есептерді әрі қарай ұқсас есеп құрастырамыз.
Арман бір сан ойлады, оны 3-ке бөліп, сонан соң 27-ні қосып, одан шыққан нәтижені 2-ге бөліп, 15-ті қосқанда 29 шықты. Арман қандай сан ойлады? Дәл осы түрде өздеріңіз түсініп шығарып көріңіздер.